Ипотека алмас бұрын жалпы жастар дейміз, жас отбасылар болсын, қалай дайындалу керек ең алғашқы қадамдарынан? Жақсы. Осы харам деген рас па десек, егер дейді, олар айтады, егер одан басқа мүмкіндік болмайтын болса, онда намаз ала беруге болады деген уәждері бар. Бірақ кейбір азаматтар енді шын мәнінде ондай қара тізім деген түсінік жоқ. Оны халықтың өзі шығарып алған дүние. Яғни отбасы банкын бір төбе, өзге банктар бір төбе деген ол менің коренной сөзім деп айтсам болады. Шынымен де қазіргі заманда сөздің шындығы керек, табыс табамыз, бірақ шығынымыз көп қой, оны мойындауымыз керекпіз. Ең бірінші провожает по уму дейді ғой. А бұл же отбасы банкта встречает по одежке, провожает по вознаграждению. Сіздің жағдайыңыз 25 миллион үйін алуға келеді дейтін болсақ, жоқ, ол адам міндетті 30-40 үйін алу керек қой. Қандай компанияларға сенім білдіруге болады? Мүмкін ол компания бетаулық, бәріне жақсылық тілейміз ғой, әрине. Болмай қалып жататын болса, кім кінәлі болады? Береке кінәлі болады. Бұл жүйенің дұрыс еместігін біз 2029-2030-да бірақ көреміз. Бағдарлама болып жатыр. Сосын көбісінде мынандай түсінік бар да, өтпей қалса, өзінің адамдарын өткізіп жатыр деген түсінік болады. Ол өте қате ұғым деп санаймын. Әр қазағым үйлі болсын, шын жүректен тілектеспін. Әр шынымен мұқтаж азаматтарға үй бұйырсыншы. Армысыз құрметті көрермен, Сәлем Қазақстан YouTube жобасының кезекті шығарылымы үшін бүгін біз өз шаңырағым ипотекалық компаниясының құрылтайшысы, тұрғын үй саласы бойынша еліміздегі танымал сарапшылардың бірі, әлеуметтік желіде берекелі Ереке атымен танымал Ерболат Ақбергенұлы Мыңғышбан мырзаның шаңырағына қонаққа келіп отырмыз. Қош келдіңіздер. Рахмет. Ерболат мырза, бізді қабылдағаныңыз үшін, сұхбатқа келіскеніңіз үшін көп-көп рахмет. Енді алдымен осы сіздің компанияңыз туралы, өз шаңырағым компаниясы туралы білейік деп еді. Қашан құрылды, қандай жағдайда құрылды, қанша жылдан бері жұмыс істеп келе жатсыздар? Жақсы, рахмет. Жалпы адам өмірге келгеннен кейін мен өзім жеке пікірім бір игі іспен айналысу керек деп ойлаймын. Өйткені бұл өмірге келгеннен кейін тетігін таптап бар қалан дейді ғой, Абай атамыз. Ол не деген сөз? Ол сөздің түпкі мағынасы шындап келгенде еліңе бір пайдалы дүниемен айналысып кетші. Күндердің күнінде бұл дүниеде біз бәріміз тарихпыз. Келдік, кетеміз, ол тарих болып қалады. Сондықтан осы елге пайдалы болайын деген ниетпен өз шаңырағым, әр бір қазағым өзінің шаңырағына қол жеткізсінші. Өйткені Қазақстанда, әсіресе елордада, Астанада өзінің шаңырағына қол жеткізу ол үлкен арман. Кәдімгі үлкен арман. Оның барлығы мен қай кезде білдім? Мен отбасы банкта жұмыс жасап жүрген кезде 2015 жылы Алланың қалауымен осы 2015 жылы мен мұғалім ұстаздық қызметші жасап жүріп, одан кейін осы 2015 жылы отбасы банкқа кеңесші болып қызметіне келдім. Кеңесші, одан кейін кеңесші көшбасшы деген бар. Лидер консультант дейді, ол кезде үйреніп қалғанбыз. Яғни олардың лидер консультанттан айырмашылығы, оның өзі командасы болады, ол яғни басшылық қызметін атқарады, ол командаға азаматтарға да жауап береді деген сияқты. Сөйтіп мен отбасы банкқа 7 жыл өмірімде 7 жыл жұмыс жасадым отбасы банкта, және отбасы банктан үлкен мол тәжірибе жинадым десем, мен артық айтпаймын. Өте отбасы банктың бағдарламалары, оның ішіндегі есептеу жүйелері өте күрделі дүние. Жай қарапайым халықтың өзі бірден түсіне алмайды. Ол жерге енді өте мықтылық дүние керек та. Математик сауаттылық қатты қажет, шынымды айтсам. Содан мен өзімде математикалық сауаттылық, Аллаға шүкір, республикалық физика математика мектебін түлегі болғаннан кейін маған ол қиынға соққан жоқ. Одан сайын ізденістің үстіне ізденіс бола берді да. Оны былай жасаса қалай болады, былай істесем қалай болады деген сияқты күнде. Содан отбасы банкта жұмыс жасап жүріп 2022 жылы өзім бөлек шығайын, мен өзі тәжірибем жинап жетілдіргенімді сезінгеннен кейін әрине оны бұндай шешім оңай шешім болған жоқ. Қолдап жүрген жолдасым екеуміз ортақ бір шешім қабылдап өз шаңырағым деген ипотека компания ашып, содан қазір 2022 жылдан бері 2026-ма қазір 4 жыл уақыт болып қалды. Аллаға шүкір, қазір жұмыс жасап келе жатырмыз. Бастапқыда әрине өзіңіз білесіз, жеке кәсіпкерлердің барлығы қалай бастайды? Өзі басшы болады, өзі тіпті
еден жуушынан дейін өзіміз боламыз ғой, айтқанда, иә. Ал қазіргі таңда уже қызметкерлеріміз бар, Аллаға шүкір. Басында тек қана мен және жолдасым ғана екеуміз ғана жұмыс жасайтын едік. Қазір уже бір 5-6 адамға дейін уже жетіп, тіпті бөлек риэлторымыз бар, ары қарай жұмыс жасап жатқан жағдайымыз бар. Аллаға шүкір, командамыз бар, Аллаға мыңда бір шүкір. Енді осы 4 жыл ішінде сіздер қанша отбасыға баспаналы болуға көмек бере алдыңыздар? Енді мен жалпы 2015-тен бастап отбасымды жұмыс жасап жүрген кезде, содан бері сөйткен кезде қазір ол 3 мыңнан асып кетті уже адамның алып жатқаны. Ал енді отбасымда жұмыс жасап жүрген кезде бір 2 мыңнан асқан болған. Қазір енді сол 1000-ға жақындап қалды деп айтсам, артық айтпаймын. Ол тек қана сіздерде осы Астана қаласынан бөлек Қазақстанның түкпір-түкпірінен келушілер бар шығар, иә, сіздердің? Иә, келушілер болғанда хабарласушылар көп. Өйткені қазір өзіңіз айтқанда, жаңа мен таныстырғанда берекелі ереке деп таныстырдыңыз ғой. 2021-ден бастап мен отбасымда жұмыс жасап жүрген кезінде осы берекелі ереке деген брендпен, атаумен Инстаграм парақшасын жүргізе бастадым. Сол жердегі бар біліммен мен халықпен бөлісе бастадым. Одан кейін 2023-тен бастап белсене кірісіп кеттім. Аллаға шүкір, қазір оқырмандардың саны әжептәуір бар. Барлығы менің фишкам деп айтайын, енді жалпақ тілмен жеткізуге тырысамын халыққа. Ақпараттың барлығын банктың тілі емес, кәдімгі жалпақ тілмен, халықтың тілімен деп айтайықшы, халықтың тілімен жеткіземін. Содан кейін оның үстіне қазақша. Қазір таңда сөздің шындығы керек, барлық орысша болып кеткен ғой. Әлеуметтік желінің кез келген ашып болсақ, барлық орысша, тіпті әрбір орысша сөздің өзі біздің санамызға кіріп кеткен ғой. Арасында өзімізде орысша сөз қосамыз, бірақ мүмкіндігінше қоспай таза өз тілімізде сөйлегенге ештеңе жетпейді. Сондықтан мен қазақша халықтың тілімен жеткізгеннен кейін көрермендер қарайды деп санаймын. Енді тіпті үзбей қарайтын азаматтар да бар. Оның барлығын айтып отқаным, ол әлеуметтік желі өзіңіз білесіз, тек қана Қазақстан емес, Қазақстан бүкіл территориясында, одан бөлек тіпті өзге елдерден де қарап жатқан азаматтар да бар. Сондықтан осы біздің қызметті тек қана Астанадан ғана үй алып бересіз ба деп сұрайды да, өйткені басқа регионнан басқа аймақтан хабарласқаннан кейін. Біз басқа аймақтан әзірге өзіміздің филиалымыз жоқ, бірақ біз онлайн түрде дейді ғой енді, яғни заман талабына сай. Заман талабына сай. Біз енді телефонмен, видеозвонокпен, мынадан кейін мында барасыз, былай жасайсыз, мына құжаттар керек болады деп онлайн түрде сүйемелдеу жасаймыз. Сүйемелдеу, сопровождение дейміз ғой, ипотекалық сопровождение жасап, үйде болатын азаматтар бар, Семейден де алып жатыр, Алматы облысынан алып жатыр, Атыраудан алып жатыр, Қызылордадан алып жатқандар бар, енді жан-жақтан алып жатыр, Шымкенттен алғандар да бар. Енді әр өңірлерден. Енді ипотека мәселесіне келейікші. Ипотека алмас бұрын жалпы жастар дейміз, жас отбасылар болсын, қалай дайындалу керек, ең алғашқы қадамдарына? Жақсы. Жалпы ипотека алу үшін 3 фактор керек. 3 фактор. Осы 3 факторға қатты көңіл бөлу керек. Ол 3 фактордың ең біріншісі ол несие тарихы. Несие тарихы, яғни жалпақ тілмен айтқан кезде, халықтың тілмен айтқанда мен черныйдамын деп айтады халықта. Көп халықтың ойында, тіпті мен де отбасымға кірмей тұрғанда да мен черный список бар екен, мында қара тізім болады екен, соның ішінде біздің фамилиямыз тұрса, бүкіл банктер бермейді екен деп сөйтіп ойлайды екенбіз. Мен де сөйтіп ойладым, қазір көп халықтың барлығы сөйтіп ойлайды. Шын мәнінде ондай қара тізім деген түсінік жоқ, оны халықтың өзі шығарып алған дүние. Яғни бір банкке барады, несиеден жаңағы отказ берген жағдайда, ой мен қара тізімдемін деп ойлайды. Шын мәнінде ондай емес, ол бұрын қандай несиелер алдыңыз, қалай дұрыс жаппадыңыз, соның барлығы әсер етіп, бір рейтинг болады. Сол рейтингіңіз жетпей тұрған жағдайда, әрине банк сізге несие беруден бас тартады, яғни отказ береді. Бірақ көш жүре келе түзеледі, уақыт емші деген қазақтың керемет сөздері бар. Оның барлығы мен ойлаймын, осы ипотекаға да қатты сәйкес келеді. Неге? Уақыт өткен сайын, егер сіз дұрыс несиені алып уақытылы төлеп отқан болатын болсаңда, рейтингіңіз көтерілген сайын сізге келешекте қазір бермегенмен белгілі бір уақыт өткеннен кейін несие беруге мүмкіндігіңіз болады. Ол яғни несие тарихы ең бірінші факторымыз. Екінші фактор ол алғашқы жарна. Осы алғашқы жарнаны бізде көбісі өкінішке орай алғашқы жарна жинаудан бізде жинау мәдениеті өте төмен. Оны мойындауымыз керек.
осы жинау мәдениетін отбасы банктің қызметкерлері барлығының кеңесшілерінің барлығы бірінші айтатыны осы жинақтаңыздар, кейін төмен пайызбен аласыздар деп үгіт насихат жұмыстарын жүргізеді. Шын мәнінде егер әрбір азамат осы несие аламын келешекте, ипотека аламын, үйлі боламын дейтін ниетін болса, бірінші қадам жаңағы несие тарихын түзу керек. Яғни нашар болатын болса, қазірден бастап уақытылы дұрыс төлеп отырып, одан кейін жинақтай бастау керек міндетті түрде. Осы екінші, яғни қандай да бір жинақ, ең құрығанда бір 10-20% алғаш жағынан жинап алу керек. Және үшінші, әрине ол төлемақы қабілеті. Сіздің төлемақы қабілетіңіз болмаса, бірде-бір банк сізге несие бермейді. Бірақ егер сізде соншалықты өзіңіздің сама дисциплина дейді ғой, орысша айтқан кезде, яғни сіздің күш жігеріңіз, тіпті өзіңіз қайратыңыз күшті болып, кемінде 3 жыл бойы жақсы жинайтын болсаңыз, онда отбасы банкте тіпті сіздің төлемақы қабілетіңізді растамай қалып кететін бағдарламалар бар. Ондай енді бірең-сараң өте аз, бірақ ондай азаматтар да бар. Жинақтап бар, төмен пайызбен, тіпті 5%, одан да төмен пайызбен алып, және төлемақыны растамай қалып жатқан азаматтар бар. Сондықтан міне айтар тағы да қорытыла кеткен кезде несие тарихы, алғашқы жағда және төлемақы қабілеті. Осы үшеуінің ең маңыздысы несие тарихы. Несие тарихыңыз дұрыс болатын болса, тіпті алғаш жағдайыңыз жоқ болып, төлемақы қабілетіңіз жоқ болған жағдайдың өзінде де алуға болатын мүмкіндіктер, бағдарламалар бар. Оның барлығын біз клиентпен келген кезде барлығын түсіндіріп айтып береміз. Төлемақы қабілет деп жатсыз ғой, осы жерде табыс деңгейі ол қаншалықты ипотеканы алуға әсер етеді, мақұлдауға әсер етеді? Табыс деңгейі қаншалықты болу керек? Ал ол былай белгілі, мысалы үшін басқа екінші деңгейлі банктері ғой, енді барлық екінші деңгейлі банктер отбасы банктан басқа. Қазіргі таңда өзіңіз білесіз, Қазақстанда 23 екінші деңгейлі банк бар. Соның мен өзім 23 жаңағы банктың 22-сін бір бөлек қоямын да, бір банкты бөлек, отбасы банкты бір қоямын. Яғни отбасы банкын бір төбе, өзге банктар бір төбе деген ол менің коренной сөзім деп айтсам болады да, прям өзім шығарған. Өйткені шындығында да отбасы банктағы төлемақы қабілетті растау жүйесі мына басқа екінші деңгейлі банктердегі төлемақы қабілетті растау жүйесінен мүлдем өзгеше. Мысалға басқа жерде сіздер табысымыз қанша болу керек дейтін болатын болса, олардан жауап, ең қысқаша жауап былай болады. Сіз ай сайынғы төлеміңіз қанша, соның 2 есесі болса болды. Мысалға сіз 200 мыңдық, 250 мыңдық ипотека алғыңыз келіп тұратын болса, сіздің табысыңыз сол 250 мыңды 2 есеге алыңыз, 500 мың болса жеткілікті. Түсіндіңіз, яғни 500 мың болса сіз 250 мыңға ипотека рәсімдей аласыз, оны уже кез келген банктен барып. Әрине несиеңіз болмаса, әрине. Ал енді отбасы банкта ол мынандай жоқ, сіздің табысыңыз ондай болса ғана сіз ала аласыз деген жоқ. Ол адам санына байланысты. Тіпті жұбайы жұмыс жасайды, жұмыс жасамайды, неше бала шағасы бар, кредиттері қанша, соның барлығын есептеп отырып қана оның өзге бір жүйесі бар. Сондықтан нақты айтуға болмайды, бірақ енді дегенмен де қазіргі таңда орташа есеппен бір 400-500 табыс тауып жатқандар ресми. Солар ғана жақсы несие ала жатыр. Ал егер төмендеу болып жататын болса, онда жаңағы созаемщик дейміз ғой, сондай жаңағы гарант дейді жалпақтың айтқанда, сондай тартып, соны бірге алып жатқан жағдайлар бар. Алғашқы жарна, енді алғашқы жарнаға келейікші. Алғашқы жарнаны толтыруға қаржысы жетпегендерге қандай кеңес бересіз? Түсінікті. Алғашқы жарнаны толтыруға мүлдем жоқ. Мысалға мынандай азаматтар бар да. Неге жинамайсыз деген сұраққа, енді өзіңіз ойлаңызшы, менің табысым арендаға кетіп жатыр, бала шағам бар, мындай сот бар, анау бар, сот. Енді шығындар өте көп. Шынымен де қазіргі заманда сөздің шындығы керек, табысты табамыз, бірақ шығынымыз көп қой, оны мойындауымыз керекпіз. Ең бірінші, әрине, жалға алып жатқан азаматтар болатын болса, арендада тұрып жатқан азаматтар. Ең бірінші ұнаса да, ұнамаса да сол арендасын береді. Дұрыс па? Өйткені оны шығарып жібереді. Ары қарай өзі ұнасын, ұнамасын күнделікті тамақ жеу керек па? Тамақ жеу керек. Оның продуктілері бар, тағы да бар. Ол да киноға барғысы келеді, ол да жаңағы бір той домалақтан қалғысы келмейді деген сияқты. Кәдімгі өзіміздің өмірдегі тіршіліктегі шығындарымыз бар ғой. Енді қараңыз, егер сол адамға қазір бар, мысалға, Назерке, сіз қазір үй болмай тұрса, Назерке, мен сізге қазір айына 250-300 мың теңге шығады. Бірақ үйсіздікке болады десек,
сіз не істейсіз? Қазір мен үйге кіресіз, бірақ сіз мысалға 250-300 теңге төлейсіз дейсіз. Ол кезде адам не істейді? Ол кезде сол үйден айырылып қалмау үшін жаңағы шығындарды өзінің өзі қысқартады, азайта бастайды, қыдыруды тоқтата бастайды. Дұрыс па? Неге? Өйткені бұл жердегі ең маңыздысы жаңа басында аренда тұратын кезде ең маңыздысы аренданы құтылу болды ғой. Сол сияқты мына ипотеканы құтылу болады, солай емес пе? Енді дәл сондай жағдайға түстім деп азаматтарға өз-өзіне сондай программа қойып қойса деймін да, өзім 200-ден 300-ден қанша шамаңыз келеді, сонда жинап отырады. Енді мысалға соны алып жемен жинақтай беру керек. Бірінші кезекте өте дисциплина керек, тәртіп керек. Өзімізді тәртіпке салуымыз керекпіз да, соны жинақтауымыз керекпіз. Ол тәртіпке біз бағана алмаймыз, өкінішке. Қиын ол. Бірақ сол қиындықтан сәл өтетін болса, егер 1,5-2 жылдай, 3 жылдай жинайтын мүмкіндік болатын болса, әрине отбасы банкпен алып кетуге де болады. Ал енді 6 ай жинап, алғаш жана жоқ, 6 ай жинап жатырсыз. Түсініңіз ба? Сол жинаған ақшаңыз басқа банктерде ол сіздің табысыңыз деп санайтын кездер болады. Түсініңіз ба? Ондай да бағдарлама. Яғни жинақтап отырсыз, накопительный ипотека деген бар. Сол жинақтап жатырсыз. Сол мысалға 300-ден жинап отырсыз ба? Мысалы үшін айталым, ол 300 мың теңге сіздің 6 айда 2 миллион ақша жинап қоясыз. Түсініңіз ба? Егер ол алғаш жанаға жететін болса, әрине ол әрине жетпейді, бірақ одан да көбірек жинау керек, немесе ұзағырақ жинау керек дейсіз. Сол жинап, сөйтіп жинап, алғаш жинап, ол алғаш жинап жүрген кезде жинап жатқан ақшаңыздың өзі сізге табыс болып есептеледі. Яғни ол өте тиімді бағдарламалар. Егер тезірек үй аламын дейтін болса, мен соны ұсынар едім адамға. Ол отбасы банктың емес, басқа банктың бағдарламалар. Ал егер жаңағы сол тәртіпке кіріп кетіп, ең құрғанда 2-3 жыл жинайтын болсаңыз, онда отбасы банкпен алған тіптен ыңғайлы болады. Ол деген енді өте керемет. Бірақ айтып отырмын ғой, 100 адамның көп болса 5-еуі ғана шығар сондай тәртіпке бас иіп, соңына дейін баратындар бар. Мысалға менде мынандай нелер бар да, кейстер деп айтайық, клиенттер айтамыз. Жалпы отбасы банкта мен тағы бір мақал шығардым. Орысшада ол. Встречает по одежке деген сөз бар ғой. Провожает по уму дейді ғой. А бұл же отбасы банкта встречает по одежке, провожает по вознаграждениям. Яғни вознаграждение деген сөз бар отбасы банкта. Вознаграждениеңіз неғұрлым көп болған сайын, мысалы сіз қазір келесіз, сіздің жаңағы приложениеңізді ашып береді, қарайды. Вау, күшті жинапты деп бірден уже сізге деген құрмет, сізге деген көзқарас, консультанттық бірден өзгеріп кетеді. Вознаграждениеңіз күшті деген сияқты, ол деген ақшаны күшті жинақтан, яғни жақсы жинақсасаңыз, төмен пайызбен алып кетуге толық мүмкіндігіңіз бар отбасы банкте. Бірінші несие тарихын түзейді, одан кейін алғашқы жарнаны жинайды, одан кейін табыс растайды. Енді осыдан кейін осы жағдайлардың барлығын жөндеп алғаннан кейін де несие ипотека рәсімдемей жататын себептер бола ма, жағдайлар? Енді келесі этапта қандай қателіктер болады? Ондай да болатын бар, айтайын. Жаңағы несие тарихы жақсы, алғаш жарнасын бар, тіпті төлем қабілеті де бар. Сол кезде қателік жасайтын мынандайлар бар. Қазақтың бір керемет сөзі бар. Мен жалпы қазақтың сөздері бар ғой, осы ипотекаға да күшті келеді, қарап отырмын. Бірақ бір өзім таңғалам. Көрпеңе қарай көзіл деген керемет сөз бар. Бізде сол ипотекаға күшті келеді. Бізде былай, сіздің жағдайыңыз 25 миллион үйін алуға келеді дейтін болсақ, жоқ, ол адам міндетті 35-40 үйін алу керек қой. Түсінесіз ба? Сондай қателіктер бар. Сіздің шамаңыз қазір таңда жарық жақсы, бізге жасап бере аламыз, бізге қиын емес. Өйткені бізге халық енді біз тегін жұмыс жасамаймыз, келісімшартпен қаражат төлегеннен кейін біз оның қандай несі бар, желаниесі бар, сонымен ғана жұмыс жасаймыз. Бірақ біз ескертеміз, сіздің жағдайыңыз 25 миллионға жақсы келеді, бірақ 35-40 мыңға шамалы қиналып қаласыз десе, ақыры ипотека алып жатқаннан кейін солай жасай берейін дейді. Бір қателігі көп адамдар бірінші өзінің шамасынан тыс қымбатқа ұрынып кетеді ипотекаға. Бір,
тағы екінші тағы бір қателігі, бір қызығы, бір таңғалатын дүнием, ипотека рәсімдейтін кезде сізге де жалпы мынау оқырмандарға сіздерге де айтарым бар ғой, ипотека таңдайтын кезде, ипотеканы рәсімдейтін кезде ең бірінші көп адамдардың қателігі, бірінші үйді көреді, сол үйді ұнатып қалады, ойбай сол үйге ауырып қалады да, тіпті задасын беріп тастайды, сосын барып қандай осы үйді қандай ипотекамен аламын деп іздей бастайды. Ол дұрыс емес. Ең бірінші келіп кеңес алып алып, қанша ипотека ала аламын, қандайға дейін жетеді менің жағдайым, соған дейін біліп, сосын барып үй іздеу керек. Яғни бірінші үй, одан кейін барып ипотека рәсімдеу емес, бірінші ипотека қандайға жеткізеді, сосын барып үй іздеуіңіз керексіз. Сол кезде ғана сіздің өзіңіздің шамаңыз келетін үйге үй ала аласыз. Осы қателік, осы көп қателік осында. Әсіресе құрылыс компаниялармен көп адамдар құрылыс компания қызығып, қазіргі бағаға қызығады да, бірден барып ақшасын төлеп қояды. Сосын бір 5-6 айдан кейін тағы да қалған керек сомасын осы басқа банкпен шығара салам деп барады да, ал уақыт жақындаған кезде ипотеканы іздей бастайды. Сондықтан алғашқыдан беріп қойған сәттен бастап ипотеканы қалай болу керек екен соны зерттей бастау керек, дайындала бастау керек алдын ала. Өзіңіз айтып жатсыз ғой, қазір құрылыс компаниялары туралы. Жалпы осы Астанадағы құрылыс компаниялары туралы айтайықшы. Бірінші сол құрылыс компаниялармен келісіп алып, артынан кейін ақшаларын ала алмай, жаңағы не үй жоқ, не ақша жоқ болып алданып жатқан көп жағдайлар бар. Енді соған атап өте аласыз ба, қандай компанияларға сенім білдіруге болады? Енді мен өзім жеке пікірімді, құрылыс компанияның аты жер жат тұрса да, мықты керемет, жарнамасы күшті болып тұрса да, тіпті құрылыс компанияның аты ешкімге белгісіз болып тұрса да, оны құрылыс компанияның атына емес, мен ойлаймын, үйдің салынған үйдің бірінші сапасына қарап, екіншіден біткен үй болады ғой, салынып қойған, біткен. Содан кейін ғана рәсімдеген жақсы. Тіпті менің ойым, жеке пікірім, алдын ала салынбай тұрып арзан алғаннан гөрі, ол жерде ол риск бар, жаңа тәуекел бар, ол салынбай қалуы мүмкін, бітпей қалуы да мүмкін, қанша жерден аты шулы болса да, мысалы ондай компанияны атамай қояйын, бірақ күшті кезіне күреп жасап жатқан компаниялар бар, оған бәрі адамдар алдын ала ақша төлеп, кейінгі соңғы 2-3 объектісін тапсырмай қалған компаниялар бар ғой, ондайлар. Ал сондықтан мен ойлаймын, эксплуатация берілген дейді, яғни техпаспорты бар үйлерді ғана рәсімдеген дұрыс. Өзім жеке пікірім, бірінші нарықтан алатын болсаңыз, сол эксплуатация берілген дайын үйді алған дұрыс. Сондықтан мына компания қазір күшті, ол салынып жатыр деп мен қазір бір-екі компанияны айтатын болсам, ол біріншіден жарнама болып кетеді, екіншіден, мүмкін ол компания бетаулық, бәріне жақсылық тілейміз ғой, әрине, болмай қалып жататын болса, кім кінәлі болады, береке кінәлі болады. Сондықтан халықтан қарыз алғанша алғыс алған артық. Дұрыс. Енді туысы, мысалға, ипотека алатын кезде туыстар кепіл болатын жағдай бар. Енді ол кісіге кепіл болған кезде қандай тәуекелдер бар, және ол кісі өзі кейін ипотека рәсімдер кезде кедергі болмай ма? Керемет сұрақ. Жалпы негізі, егер сіз басқа адамға созойымшық болған болсаңыз, яғни кепілге гарант болған болсаңыз, ол біріншіден негізі сауаптысыз, негізінде. Бір адамға үйлі болуға сіз өте күшті сауапты жасадыңыз. Оған Алла разы болсын, сіз болған болсаңыз. Бірақ оның кері әсерлері бар. Біріншіден, қандай әсері бар? Жаңағы негізгі қарыз алушы, оның табыс жетпегендіктен жаңағы сіз не болдыңыз, қарызгер болдыңыз ғой, бірге созойымшық болдыңыз, мына негізгі несиенің бәрі осы қарызгерде. Егер ол уақытылы төлемесе, 1-2 күн просрочкасы болатын болса, 2-3 күн болсын, пәленбай сума қалып қойған болады. Соның барлығы оның несие тарихына жазылып отыр ғой, дәл сол жазба мына жаққа да түседі. Екінші созойымшыққа түседі. Яғни созойымшық, жаңағы 2-3 күн просрочкасы болды ма, автомат түрде мына жақта да 2-3 күн просрочкаңыз бар. Яғни сіздің несиелік тарихыңыз, егер созойымшық болсаңыз, зайымшыққа қатты байланысты болады. Бір.
Екіншіден, Құдай сақтасын, аяқ астынан заемщикке бірдеңе болып қалған жағдайда, әрине қарызды сіз көтересің боласыз. Ол енді заңда сөйтіп жазылып тұрған. Және үшінші, отбасы банкта несие алғаннан күннен бастап тек 1 жылдан кейін ғана жаңағы замена заемщика немесе освобождение, исключение заемщика соны жасай аласыз. Яғни 1 жылға дейін сіз одан шығамын деп ойламайсыз. Отбасы банкта болған болсаңыз, онда 1 жыл күту керек. 1 жылдан кейін ғана жаңағы негізгі қарыз алушының ресми табысы жоғарылаған болса ғана, олар дәлелдей алатын болса, жоғарылады, мен табысым өз-өзім төлей аламын дейтін болса, ол кезде мына созаемщикті алып тастауға болады. Болмаса, бұл созаемщик шығу керек болатын болса, оның орнына басқа созаемщик алуға болады. Ол жылына 1 рет қана жасалатын операция, және ол 1 жылдан кейін ғана мүмкіндік болады. Яғни мына кепіл адам, екінші гарант дейтін адам, ол кісі сонда ол табысы төмен болғандықтан сол екінші адам керек бола ма? Иә. Мысалы, өзім заемщиктің бірінші өзі алатын заемщик, оның табысы төмен болғандықтан екінші адамға. Ал енді тағы да созаемщик болған азаматтар басқа банктен барып несие алғысы келіп, өзіне ғана жаңағы несие рәсімдейтін болған кезде, оның табысынан мына қай адамға созаемщик болды, соның айшаңғы төлемін алып тастайды. Бұл төлемесе де, мысалға мен айталық, мен бір Иван деген жігітке гарант болсам, мысал үшін. Иван ай сайын 250 мың теңге төлеп жатыр ма? Менің табысымнан 250 мың алып тастайды. Тіпті басқа банкте де, отбасы банкте бәрі сондай. Сосын барып, менің табысым былай айтқанда басқа банктердің көзінше 250 мың азайып қалады десең, дұрыс болады. Яғни өзі ипотека рәсімдегісі келіп жүрген адамға негізі болмай қойған дұрыс, иә? Негіз болмай қойған дұрыс қой, әрине. Жалпы мүмкіндігінше болмаған дұрыс деп есептеймін, бірақ енді шын, жалпы менің немде, тәжірибемде көбінесе аналар болады. Көбінесе әкелер болады. Ең адамға жақын ана мен әке. Бауырлардың өздері бір-біріне болмайды. Ол енді өмірдің шындығы. Бауырлардың өздері, мен тыңдап отырған азаматтардың бәрі басын шайқап отырған шығар, иә, рас деп. Шындығында солай, тек қана ана бала үшін болады, әке бала үшін болады. Енді екінші жағдайда, екінші көп жағдай, әке шешеге бала болған жағдайларда болады. Бірақ енді, ал енді танымайтын, мысалы, құрдас, құдалар, достар болып жатқан, ол өте сирек кездеседі. Ондай болып жатса, ол ерлік деп санаймын, шын айтсам, қазіргі таңда. Шынымен бір жағынан ол сауапты іс, әрине. Ал бірақ егер өзі дайындалатын болса ипотекаға, онда ол өзіне кедергі болады. Енді ипотеканы рәсімдеді, одан кейін бір кісілер бар, мысалы ипотеканы мерзімінен бұрын жапқысы келетін. Енді осы мерзімінен бұрын жабу тиімді ме жалпы? Иә, өте орында, өте тиімді дүние. Мерзімінен бұрын жабу ол өте тиімді. Мүмкіндік келіп тұрса, мүмкіндік келіп тұратын болса, әр банктың өзінің ипотекадағы өзінің жаңағы талаптары бар. Біреулерде мысалы міндетті түрде кемінде бір платеж төлеу керек, 2 платеж, 3 платеж деген сияқты бар. Ал енді отбасы банктың бір маған ұнайтыны мерзімінен бұрын төлеу үшін сіздің ай сайынғы төлемінен артық, ең құрғанда 50 мың теңге артық болса болды. 50 мыңды негізгі қарыз жауып тастауға мүмкіндік бар. Жалпы келген ипотекада бастапқыда сіз алғаш қарызыңыздың аз бөлігін ғана жауып отырасыз да, көп бөлігін сіз процент жауып отырасыз. Енді осыны санмен түсіндірейінші, түсінікті болсын. Мысалы үшін жаңа 250 мың теңге деп алайықшы. 250 мың теңге төлеп жатырсыз. 250 мың теңге төлеп жатырсыз. Оның бірінші айда, шартты түрде алайын енді, 30 мың теңгесі ғана неге кетеді? Жаңағы 30 мың теңгесі ғана негізгі қарызда, ал 220-сы процентке бересіз. Енді өзіңіз ойлаңызшы, сіз жаңа 250 мың теңге төлеп қойдыңыз. Одан кейін келдіңіз да, бір 60 мың теңге төлеп тастадыңыз. Мысалы үшін, негізгі қарыздан. Сонда 30 мыңның екеуін төлеп тастадыңыз ғой айтқанда. Сол 30 мыңға сәйкесінше 220 мың бар емес па? Соның 220-дан сонда 440 мың теңге экономдап қалдыңыз ғой айтқанда. Түсініңіз ба жалпақ тілмен? Сондықтан неғұрлым тезірек жапқан сайын проценттің, банкке беретін процентіңізді көп бөлігін жауып тастайсыз, азайтасыз. Сондықтан ол
мүмкіндік болса әрине етері жапқанға ол керемет дүние. Енді жас отбасылар мәселесін айтайық. Қазіргі кезде жас отбасылар көп, бірден бір ең аз дегенде бір 2 бөлмелі пәтер алғысы келіп жүрген жас отбасылар бар. Енді оларға қандай бағдарламалар тиімді, қандай ұсынар едіңіз? Жақсы, түсінікті. Жалпы жас отбасы деген кезде ең біріншісі былай, егер ол адам жұмыс жасап жүрген болатын болса, және белгілі бір салалар бар, мысалға полиция саласы, мұғалім саласы, медицина саласы, әлеуметтік салалар болады. Сол салаларда, яғни ол салаларды неге айтып жатырмын? Өңірлік, аймақтық жастар бағдарламалары бар отбасы пунктте. Мысалға, Қызылордада сыр жастары бар, Талдықорғанда Жетісу жастары бар, Астанада Елорда жастары, Алатау жастары, Алматы облысында, Алматы жастары деген сияқты. Сол бағдарламалардың бір жақсы жері, белгілі бір салада жұмыс жасап жүрген болса, оның атында үйі болмау керек әрине, пропискасы болу керек әрине. Сол кезде 10% алғаш жарнамен 5% несие рәсімдеуге мүмкіндігі бар. Бірақ енді мен тыңдап отқан азаматтардың көбісінде бәрі бірдей мұғалім емес, бәрі бірдей полиция қызметкері емес, бәрі бірдей медицина қызметкері емес қой. Ондайға мүлдем жатпайтын азаматтар бар. Біз не істейміз дейді. Атымызда үйі бар дейді. Мысалы үшін папаның баяғы бір үйі болды, маманың бір үйі түсті, или атаның үйі түсіп қалды атында. Ондайларға да отбасы банктың керемет мүмкіндігі бар. Бұл кезде неке құрғаныңызға 5 жылдан аспаған болса, 5 жылдан аспаған, яғни неке құрдыңыз, сіздің жасыңыз маңызды емес. Мүмкін сіз некені 40-қа келіп құрдыңыз ба, 50-ге келіп құрдыңыз ба, 35-ке келдіңіз ба, ол маңызды емес. Неке құрған уақыттан, яғни неке куәлік бар ғой, содан 5 жыл аспаса, атында үйі бар жоққа қарамайды, прописка бар жоққа қарамайды. Сонда 2 ерлі-зайыптылар жас отбасы деген депозитті ашып алып, сол күннен бастап жинақтай беріп, 1 жыл өткеннен кейін, 1 жылдан кейін, мүмкін 2 жыл жинай ма, 3 жыл жинай ма, ол да шарт емес та. 50% жинап алып, ОП деген дүние бар, бағалау көрсеткіші 5 дегенге жетсе, онда олар 6% несие рәсімдеуге толық мүмкіндігі бар. Сондықтан осындай бағдарламаны, егер сіз жас отбасыға келетін болсаңыз, некеңіз 5 жылдан аспаған болатын болса, отбасы банктан жас отбасы деген депозитті ашып, өзіңізге және жұбайыңызға ашып, жинақтай бастап, 1 жылдан кейін 6% алып алуға мүмкіндігіңіз бар. Енді жаңа өзіңіз атап өттіңіз ғой, мемлекеттік қызметшілер бар, әскерилер бар, медицина қызметкерлері бар дедіңіз. Солар өзінің мамандықтарына сәйкес, жұмысына сәйкес мемлекет бағдарламаларға, ипотекалық бағдарламаларға өту үшін қалай дайындалған дұрыс? Айтып отырмын ғой, бұл жерде қызметіне байланысты, немесе қызметі бар жоғына байланысты емес, кез келген азаматтар кредиттің несие тарихын түзеп алу керек біріншіден, алғаш жарнасы болу керек, және төлемақы қабілеті. Осының барын алдын ала дайындалса, сол кезде керемет болады. Мысалға былай болады, клиенттер келеді да, мен үй алайын деп едім дейді. Бірақ үй алам деген ойына бір 5-6 ай болып кеткен. Енді келіп тұр, мен бүгін алғым келіп тұр деп. Міне қаражатым бар дейді. Мен айтамын, сіздің қаражатыңыз болған екен, 6 айдан бері қайда жинадыңыз десем, басқа банктен, екінші деңгейлі банкке процент көбірек қой, одан дивиденд түседі, көбірек ақша түседі. Соған жинадым дейді. Мен айтамын, сол ол ақшаны, егер сіз отбасы банкқа салып тастаған болсаңыз, ең құрғанда 6 ай жинаған болсаңыз, қазір отбасы банктен сіз 7,5%-пен, кейін 4-7 түсіп кететін 50-50 аралық займ деген бар. Соның рәсімде төмендеу пайызбен алуға мүмкіндігі бар еді. Ал енді қазіргі таңда ол тез алам дейтін болса, ол бағдарлама емес, ол қаражатты басқа екінші деңгейлі банкке салып, қымбат процентпен алып алуға болады. Ол енді алдын ала дайындалған жақсы. Кез келген азаматшыларға айтарым, ипотекаға алдын ала дайындалыңыздар. Ипотекаға келіп, кеңесшілерден міндетті түрде кеңес алып, бірақ мен айтайын, кеңесшілердің де кеңесшілері болады, дұрыс айтамын. Өйткені білікті кеңесшілер де бар, бұрыннан бері жұмыс жасап қойған жаңағы брокерлер де бар, білімді брокерлер де бар. Қазіргі нарықта Құдайға шүкір дейік, брокерлердің саны көбейіп келе жатыр. Керемет көбейіп келе жатыр. Оның ішінде мықты білетіндер де бар, енді үйреніп келе жатқандар да бар. Бірақ барлығының миссиясы осы әрбір қазақ үйлі болсын деген ниетпен жүрген азаматтар. Жан жақтан менің
кеңес алатын азаматтар көп дедіңіз ғой, басқа қалалардан, еліміздегі деген. Иә. Енді соларды салыстырмалы түрде айтыңызшы, қай қаладан пәтер алу жеңіл, қай қаладағы пәтер негізі өте қымбат, қай қалада? Енді ең қымбаты әрине Алматы шығар. Алматы мен Астана шығар. Ең қымбаты. Одан кейін Атырау, Ақтау, өйткені батыс өңірлерде ол жерде қалталы азаматтар өте көп, яғни табысы мол азаматтар өте көп, сондықтан ол жерде қымбат. Қалған аймақтарда баға ондай қатты шарттар тұр деп айта алмаймын. Басқа регион, басқа аймақтардан алуға мүмкіндігі бар енді азаматтардың. Бірақ көбісінің былай да барлығы Алматы немесе Астанадан алғысы келеді. Ол жерде енді не көп, сұраныс өте көп. Өйткені оқып жатқан, тіпті мысалы мен өзім жерлестерім Қызылордадан хабарласады, Астанаға балам түсетін еді оқуға, Алматыға оқуға түсетін еді, сол жерден барып алып қойсам қалай болады деп. Тіпті барлығы мынау бала 7-8 оқи бастайды ғой, содан бастап қамданатын ата-аналарға мен өзім ризамын. Дұрыс, алдын ала қамданып қойып, қазір алып қоя берейін, кейін әйтеуір арендаға беріп қоямын, одан табыс түсіп отырады деген сияқты. Сол алдын ала қамданған әрине мүмкіндік болса әрине ондай жақсы. Бірақ тағы да бір айта кететінім, әр аймақта өңірлік бағдарламалар бар. Өңірлік бағдарламалар бар. Егер ол адам сол өңірде кезекте тұрған болатын болса, осы кезекте тұрып өңірлік бағдарламалар арқылы үйлі болған ол өте тиімді. Тіпті жаңа концепция бар. 2%-мен алуға болады, 5%-мен алуға болады. Әрине егер оның санаты сәйкес келсе. Өңірлік бағдарламалар несімен тиімді? Өңірлік бағдарламалардың несімен тиімді дегенде, ол мемлекеттің бағдарламасы, ол мемлекеттік бағдарламалардың пайыздық үстемесі 2%, 5%, алғаш жанасы 10%. Және ол үйлердің құны 1 метр квадратқа шыққан кезде, мысалы үшін Астана, Алматыда 220 адам болды, мысалы үшін жаңа концепция бағдарламасы, ал өзге өңірлерде 180 мыңнан 1 метр квадрат. Сонда 180 мыңнан шартты түрде 50 квадраттық үй қанша болады? Өте арзан да, өте арзан. Енді ол деген 9 миллион, 10 миллионға сіз 2 бөлмелі үй алып жатасыз. Ол деген әдемі бағдарлама ғой, өте жақсы. Осы әр біздің жан-жақтан қарап отырған әр өңірдегі көрермендерге айтыңыз, жаңа өзіңіз Қызылорданы айтып өттіңіз, сыр жастары дедіңіз, жетісу жастары деп Талдықорғанды айттыңыз. Тағы қандай өңірлерде бар? Егер Отбасы банкта бүкіл регионда Атырау жастары бар, есінде барлық өңірде бар, практически бүкіл өңірде бар. По-моему, ұмытпасам, 1-2 регионда ғана жоқ деймін, бірақ мына 17 облыстың, 3 қаланың барлығында бар. Мысалға, Шымкентке риза боламын, Шымкент қаласында. Осы өңірлік бағдарлама, осы акиматына мықты. Олардың істеп тұрады. Қазір қараңызшы, өңірлік бағдарламалардың көбісі 18 жас пен 35 жасқа дейін. Көбісінде. Ал енді Шымкентте ол 18-ден 63-ке дейін созып тастады. Оны қамқор деген бағдарлама шығарып тастады. Өңірлік бағдарлама қамқор. Ол да 5%-мен алынады. Ол да алғаш жанасы 10%. Ол деген 63-ге дейін азаматтар алады. Ол деген өте керемет. Әрине атында үй жоқ болу керек, белгілі бір саланың азаматтары болу керек. Оның да бір талаптары бар әрине. Бірақ ол да керемет бағдарлама. Сондықтан бұл өңірлік бағдарламаны іске асыру тек қана отбасы банкқа байланысты бағдарлама емес, бұл жергілікті атқару органы дейді, яғни жалпақ айтқанда акимат бар ғой. Егер акимат шын жұмыс жасайтын болса, онда ол өңірлік бағдарламаның операторы отбасы банк болғанымен, қаржыландырушысы акимат деп айтып болады. Мен жергілікті бюджет қой, сол жергілікті бюджеттің қаражаты қаншалықты бөлінеді, соншалықты жаңағы саясат жүргізіп, осы үйлі болады халықтың барлығы. Отбасы банктен бөлек қазір басқа да банктер ипотекалық бағдарламалар шығарып жатыр. Бұл нарыққа қалай әсер етіп жатыр? Түсінікті. Ол ипотекалық бағдарлама шығарғанда, ол басқа банктерде ипотекасы бұрыннан болды, бірақ процент ставкасы өте жоғары болды. Бірақ қазіргі таңда өзіңіз білесіз, 19 наурыздан бастап жинақтау жүйесін басқа да банктерге бере бастады. Кеше ғана хабарлама болды, Freedom Bank біріншіден бастап, осы жинайсыздар, төмен пайызбен болады деген күшті хабарлама берді. Енді менің жеке пікірім, қазіргі таңда жинақтау жүйесі бойынша жалпы жинақтау тұрғын үй
ақшаларын тұрғын үй ақшасы туралы заң бар. Ол 2000 жылы қабылданған, 7 желтоқсанда қабылданған. Сол заңға сәйкес жұмыс жасап жатқан мына қазір 23 банктың ішінен бірақ қана банк ол отбасы банк қазіргі таңда. Енді соны 19 марттан бастап сізде басқа банктерге де жұмыс жасайсыңдар деп мәжбүрлеп жатыр былай айтқанда. Енді ол жердегі жазылып тұрған ақпарат ең бірінші ол қаражатты халықтан жинап алады белгілі бір пайызбен. Сосын үстіне 3% ғана қосып, оны несие ретінде беру керек. Мысалы, отбасы банк 2%-мен жинап алады да халықтан ақшаны. Яғни сіз ақша жинап алсаңыз, сізге ғана 2% ғана береді. Бірақ кейін жинап уақыт белгіленген сізге 5%-мен несие береді. Ол деген керемет. Мысалға 2% аз болатын болса, отбасы банкте мынандай депозит бар, 5,5%-мен жинап алуға да болатын бар. Бірақ оны кейін 8,5%-мен аласыз. Ол табысы деген депозит бар. Сол сияқты қазір әр банк өзінің процент ставкасын қояды жинақтаудан және несие берудің өзінің процент ставкасын қояды. Бұл жерде бірнеше банк қосылатын болса, кәдімгідей бәсекелестік болады. Ал бәсекелестік бар жерде өзіңіз білесіз, ол кезде сапа жақсарады, бара сапа жақсарады. Бірақ енді мен отбасы банктың өнімі нашар деп айтып отқан жоқпын. Бірақ одан да күшті сапалы дүниелер, халыққа тиімді дүниелер банктер шығаратын болса, мен ойлаймын, ол тіпті жақсы, халыққа өте ыңғайлы болар еді. Өте ыңғайлы болады. Бірақ енді оның барлығы шықты, барлығы жасады деген кезде бірден сұраныс көбейіп кетеді деп есептеймін. Өйткені мына жинақтау жүйесінің нәтижесі бірден нәтиже бермейді. Ол кемінде 3-4 жылдан кейін ғана нәтиже. Қазір 2026-ма біз оның бұл жүйенің дұрыс еместігін біз 2029-2030-да бірақ көреміз. Ол дұрыс болды ма, болмады ма, сол 2029-2030 жылдары айта аламыз. 2026 жылы дұрыс болыпты, дұрыс емес, оның пайдасы болған жоқ деп сол кезде ғана айта аламыз. Қазір қандай да бір баға беру өте қиындау, бірақ мен өзім жеке пікірім шіркін, бүкіл банктерді сөйтіп жақсы жасап, нәтиже берсе екен деген шын ниетім бар. Ислам ипотекасы деген шығып жатыр. Осы ипотеканың ерекшелігіне де расымен оның пайызы жоқ па? Түсінікті. Жалпы ислам ипотекасының нақты шарттары әлі белгіленген жоқ, бірақ былай негізгі механизмі белгілі болды да. Жалпақ тілмен түсіндіріп өтейін халыққа. Мысалы, сіз келесіз, үйлі болғыңыз келетін болса, міне мынау 30 миллиондық үй, сізге рассрочкаға жасап береміз, бөліп береміз. 10 жылға, 15 жылға ешқандай үстем ақысы жоқ, 30 миллион теңге тұрады ол үйде. Сіз кесім жасайсыз, болды. Шынымен де былай қарап, 30 миллиондық үй, ол ай сайын бөліп жаңа неше жылға, 15 жылға бөліп салған кезде айына қанша шығады, соны есептей салады, соны төлеп отыра бересіз, болды. Оның кешіп жатқан жағдайда да ол енді исламға сәйкес пайыз үстеме деген дүниелер болмайды да, бір жақсы жері. Ол өте керемет. Былай айтқанда, қазір мысалы Каспий мен рассрочкаға зат аламыз ғой, тура сол сияқты. Үйді рассрочкаға алған сияқтысыз ғой. Бірақ оның былай қарап отырсақ, банк сонда немен күн көреді? 30 миллиондық үйді алып сізге рассрочкаға үстеме ақы қоспаса болса деген сұрақ болатын болса, негізгі механизмі ол 30 миллиондық үйді сізге беру үшін, ол 30 миллиондық үйді алғашқыда ол 20 миллион қалды. Сөйтіп үстіне өзінің маржасын қойды да, сосын ба сол 30 миллионды сізге жаңағыдай бөліп берді. Осы жалпы механизм. Бірақ ол да өте тиімді бағдарлама деп есептеймін. Егер ол іске қосылып, ары қарай алып жататын болса, қазіргіде мынау ислам ділінде жүрген азаматтардың көбісінің ойы исламға байланысты, дінге байланысты, мына процент деген харам деген түсінік бар. Процент деген харам, жаңағыдай. Бірақ енді кейбір маған да келеді ғой клиенттер, молдалар келеді, айтады, мен айтамын да, осы харам деген рас па десем, егер дейді, олар айтады, олардың бір несі бар, тұжырымдамасы бар. Егер одан басқа мүмкіндік болмайтын болса, онда ол амал жоқ, ала беруге болады деген уәждері бар. Бірақ кейбір азаматтар енді түбегейлі қарсы, процентке түбегейлі қарсы. Сондықтан сондай азаматтарға бұл керемет мүмкіндік болады, ислам ипотекасымен пайдаланып үйде бола беруге керемет.
енді қазір қоғамда мысалға халық арасында бір екі-үшті пікір бар. Біреулер пәтер алу қазіргі кезде өте қиын, бізге бір мемлекет тарапынан жағдай жасалынбаған десе, өзіңіз сияқты азаматтар мысалға қаншама бағдарламаларды айтып беріп отыр. Жалпы мемлекет тарапынан пәтер алуға, үй алуға халыққа жақсы жағдай жасалып, мүмкіндіктер жасалып жатыр ма? Әрине жасалып жатыр. Әрине жасалып жатыр. Өте көп жасалып жатыр деп айтсам болады. Мысалы үшін кеше ғана жаңа концепция Астана қаласына, мен енді өзі Астана қаласынан болғаннан кейін айтып берейін. Астана қаласынан алды 663 пәтер болды. Енді мен бір риза болған жерім, сол жерде мен өзім анализ жасадым. Соған 139 пәтер, 663-тің 139 пәтері жетімдер категориясына берген, жетім балалар категориясына берген. 139. Енді сол жетімдер категориясына 139 үйді алу үшін 200 адам, 200 бала тапсырыс берген екен. Өзіңіз ойлаңызшы, 200 адамның 139 алып кетті деген. Яғни ол, былай айтқанда, 3 адамның 2 алып кетті деген сөз ғой. Иә. Ол деген күшті қолдау ғой, мысалы үшін, шындығында да. Ал енді басқа приоритетный топтар бар. Приоритетный топтар деген басымдыққа ие топтар. Яғни көп балалы аналар, мүмкіндігі шектеулі бала асыраушылар, бірінші, екінші топ инвалидтер, мүгедектер, азаматтар деген сияқты. Сондай басымдылыққа ие категориялар, санаттар бар да. Олардың мен есептеген кезінде шамамен 4-5 адам алған. Мысалы үшін 5 адам тапсырса, соның біреу алып отқан. Ол да болса да қолдау. Ол да керемет. Ал енді басымдыққа ие емес топтарда ол жерде енді не көп болды. Жаңағы конкурс өте көп болды. Тіпті ол жерде 11-12 адамның біреуі ғана алып отырды. Енді ол жерде енді қиындау болды. Оны мойындаймын. Дегенмен үкімет тарапынан ол бағдарлама болып жатыр. Сосын көбісінде мынандай түсінік бар да, өтпей қалса, өзінің адамдарын өткізіп жатыр деген түсінікті болады. Ол өте қате ұғым деп санаймын. Өйткені қазіргі таңда барлығы жүйеленген, барлығы прозрачный, барлығы электрон түрде тұр. Сіздің жаңағы неңізбен кезекке тұрған датаңызбен ғана беріліп жатыр барлығы. Сондықтан ол жерде сәл сабырлық танытып күту керек. Болмаса өз тарапыңыздан әрекет жасай беріңіз. Мысалы үшін жаңағы кредит, несиелік үйлер ғой бұлардың барлығы, несиеге беретін үйлер. Одан бөлек арендаға беретін үйлер де бар. Арендалық. Яғни сізге береді, пока арендада тұрып отырасыз, кейін күннен күнде өзіңізге жеке жеңді бол. Тіпті сонда аренда хабарласып, арендалық үй сізге ұсынатын болады. Бірақ кейбір клиенттер бар, ой, қаланың шеті, біртүрлі ол үй деп соны алмайтындар да болады. Мен айтам, онда егер сізге әкімшілік тарапынан сізге хабарласқан болатын болса, управление жиля дейміз ғой, орысша айтқан кезде. Сол хабарласқан болса, сізге үй берді деп, міндетті түрде барыңыздар, оған келісіп ала берген жақсы. Оның жаңағы орысша айтады ғой, дареному коню зубы не смотрят деп. Сондықтан алып алған жақсы. Кейбір клиенттер айтады, ой, ол үй сапасы нашар. Сізге үкімет беріп тұрға, тегін беріп тұрға, алу керек қой, мен өзім жеке пікірім. Сондықтан үкімет тарапынан жұмыс жасалып жатыр, жасалып жатқан жоқ емес, жасалып жатыр. Оны просто біз жай халық көре білмейді да. Мысалы үшін айтсақшы, менің туысқаным арасынан ешкім алмағаннан кейін мен ойлаймын, ешкім алып жатқан жоқ деп ойлаймын да. Арамыздан бір адам алып қалсыншы, үкімет бар екен, шынымен алып жатыр екен деп ойлаймыз да. Сондықтан негізі алып жатқан азаматтар бар, жоқ емес, алып жатыр. Оны сондықтан сабырлықпен күту керек. Немесе аренда жүйе соны алып алу керек. Болмаса, одан бөлекте мына сіздің кезекте тұрғандығыңыздың басымдылығын пайдаланып алып кететін бағдарламалар бар. Мысалы үшін жасыл ипотеканы алайықшы, мысалы үшін басқаларға 12,5% болды былтыр алдыңғы жылдары, ал әскерлерге 11%, ал кезекте тұрсаңыз, сіздің қай санатта тұрсаңыз да айырмашылығы жоқ. Сіз 7%-ын алып кете бересіз. Ол да болса да керемет мүмкіндік. Неге оны пайдаланбасқа? Сондықтан менің мынандай тағы бір сөзім бар. 1000 сылтау іздегенше 1000 мүмкіндік іздеу керек. Өйткені сылтау ешқашан таусылмайды. Отырып алып, ананы кінәлап, мынаны кінәлап жүргеніңіз, сіз бір қадам жасаңызшы. Ипотека ең құрғанда сол жаңағы үй жоқ, үй бермейді азаматтарға ең құрғанда кеңес алды ма?
хотя бы ең құрғанда бірінші қадам жасасашы, келіп кеңес алып кетсінші ең құрғанда. Содан кейін барып жаймендеп уже бірінші кеңес алады, екінші кеңес алады. Бір адамнан ғана кеңес алып қоя салмау керек. Бірнеше брокерлердің бәрінен алып алу керек. Сосын барып бір қандай да бір үй алудың жолдары өзі қалыптасады. Бір Алла тағала өзі бір сигнал береді ол адамға. Былай алсайшы, в крайнем случае ешқандай болмаса да рассрочкаға беріп жатқан варианттар бар. Мысалы қазір BI Group'тың қандай керемет бағдарламалары да шығып жатыр. Оны пайдалануға да болады. Сондықтан көп мүмкіндік көп, бірақ соны жолын өзі іздеу керек. Иә. Ал біз мүмкіндіктер мекеніміз ғой айтқанда. Біз келесіз, сіздің оның клиенттің жағдайына қарап отырып, сізге айтамыз. Сіз көп іздемей ақ қойыңыз. Міне, сіздің ең тиімді бағдарламаңыз осы деп айтып береміз да. И соны біз дәлелдеп көрсетіп береміз. Сосын барып соған біз дайындаймыз клиентті. Негізі брокерлердің барлығы солай жұмыс жасайды. Брокерлердің барлығы тиімсіз бағдарламаны халыққа ұсынбайды. Ең тиімсізін ғана ұсынады. Ал енді кеңес алам деп жүріп, бірақ бір алаяқ кісілерге алданып қалатын азаматтар бар ғой. Ондай пост салғам. Біріншіден мен бірнеше факторлар айтайын. Ең бірінші, әлеуметтік желіде өзі жақсы көрсетіп жүрген брокерлер болсын. Кәдімгідей халыққа сенімді болып тұрған. Бірақ ол да фактор емес та. Мысалы, кейбір блогерлер бар ғой, күшті болып жүріп, қазір құдай сақтасын сотталып жүрген азаматтар. Одан бөлек, бұл бірінші фактор ма? Менің өзім жеке бар. Екіншісі, сол Инстаграмда, әлеуметтік желілерде жазылып тұрған адресі, телефоны, егер шын актуалды болып тұрса, сонымен барса офиске, офисін көру керек, офисі бар ма жоқ па, иә, офисі болу керек. Одан кейін бір өзінен қарағанда командасы болу керек деп есептеймін. Командасы болу керек. Яғни бір өзі емес, біреудің жаңы шықпайды деген бар ғой. Я, ондайлар да бар, мықтылар, бір өзі істеп жатқан, ондай брокерлер де бар. Бірақ мүмкіндігінше командасы болған жақсы. Сосын келісімшартқа отырған кезде міндетті түрде қағазбен, кәдімгі печатьмен, жаңағы заңды түрде болатындай болу керек. Міне осындай факторларды көріп, ол содан кейін рекомендация деген өте мықты бар, яғни ұсынған. Яғни мен біреу алып едім, туысқаныңыз алып еді, екінші туысқан барып алады, ол қандай. Осы 4-5 фактор ғой. Осы бесеудің бәрі дұрыс болатын болса, сосын барып саралап барып ғана келісімшартқа отыру керек деп есептеймін. Сондықтан достар, мені көріп отқан азаматтар ипотека рәсімдейтін кезде міндетті түрде жаңағы әлеуметтік желісіне қараңыздар, командасы болғанына қараңыздар, жаңағы телефоны, жаңағы адресі мүмкіндік болу керек, офисі болған дұрыс, және міндетті түрде жаңағы рекомендациясы және ресми печатьпен, келісімшартпен отырып барып жұмыс жасаған жақсы. Енді тіпті дәл сондайдың өзінде, алаяқ болған жағдайдың өзінде, ең құрығанда сізде қолыңызда печатіңіз бар, не бар ғой, соттасып жүгінсең де болады деген сөзім ғой. Тіпті ол кісі жасамаған жағдайдың өзінде, сіз енді мысалға кез келген әлеуметтік желіні жүргізіп жүрген азамат өзінің абыройы үшін соңына дейін жеткізеді. Клиентті жаңағыдай лақтырып жарты ортада тастап кетіп, ақшасын алып ондай жасамайды деп есептеймін. Неге? Өйткені ол клиент барып жаңағы әлеуметтік желіге барып айтатын болса, ол туралы абырой ғой енді былай айтқанда. Сондықтан өзінің абыройын нұқсанға келтірмеу үшін таза жұмыс жасайды деп есептеймін. Енді осы бағдарламаны көріп, біз Ерболат мырзаға қалай жүгіне аламыз, қалай келе аламыз ол кісіге деп отырған азаматтарға не айтасыз? Ол ешқандай қиындығы жоқ. Берекелі ереке деген Инстаграм парақшам бар, YouTube каналым бар, берекелі ереке. Берекелі ереке деп жаңағы сайттан іздесеңіз, тіпті берекелі, мен сізге айтайын, берекелі.kz деген сайт бар. Сол сайтқа кіріп, біздің сайтымыз бар, соның ішінде записаться онлайн деген бар, записаться офлайн деген бар, именно записаться менеджеру деген болады, записаться именно личный берекелі ереке деген болады. Менің жеке қабылдауыма да келеді, немесе өзім менеджерға да келеді, олай жасап қоюға да болады. Инстаграмда тұр біздің жаңағы телефондарымыз, әлеуметтік желіде адрестерімізде тұр. Астана қаласы, Балқантау 92-64 офис. Міне осы қонаққа келіп отырсыз ғой. Осы жерге келесіз, осы жерде кеңес алып кетесіз. Сондықтан құрметті тыңдармандар,
әр қазағым үйлі болсын, шын жүректен тілектеспін. Әр шынымен мұқтаж азаматтарға үй бұйырсыншы. Жақсы ипотекалық жолмен, жақсы тиімді жолмен ипотека алыңыздар. Жақсы брокерлерден не алып, кеңес алып, мықты құнды ақпараттарды алып барып қана бір белгілі бір шешімге келіп, үйлі болыңыздар. Бірден бара салып, бірінші кездескеннен барып ала салмаңыздар. Мысалы үшін әйелдердің керемет бір несін айтып берейінші. Мысалы, сізге базарға барсаңыз, бірінші қабаттан сіз нені көрдіңіз, өзіңе ұнайтын. Сонда да екінші қабат, үшінші қабат, төртінші қабат, бесінші қабат бәрін аралап шығасыз ғой, сосын барып келесіз, солай емес па? Сондықтан дәл сол сияқты сіздер де әйелдердің методына салып, бүкіл бәрін таңдап бар, ең өзіңізге ұнайтын, ең өзіңізге жақынына, жаңағы аталған аузың алдында 5-6 талаптар бар, соған сәйкес келетін брокермен жұмыс жасағандарыңыз жақсы. Негізі брокерлерге жұмыс жасамай, брокерлерге жүгінбей-ақ өз бетімен оқып, менің посттарымды оқып, өз бетімен оқып, қалай істеу керек барлығын сөйтіп те алып жатқан азаматтар да бар. Оған да мен қуанамын. Ол да керемет. Ол да яғни өзінің біліміне сенімді болып, арғай жұмыс жасап кетсе, олай да болады. Міндетті түрде ақыл түрде сүйемелдеп алудың қажеті жоқ. Біліміңіз болатын болса, өзіңізде үйлі болуыңызға толық мүмкіндігіңіз бар. Сол айтарым. Рахмет Ерболат мырза, уақыт бөлгеніңізге, бізге айтқан осы әңгімелерді, барлық кеңестерді тиімді пайдаланып, көрермендеріміз баспаналы болатын көрерменіміз көп болады деген сенімдеміз. Әр қазағым үйлі болсын, шын жүректен тілектеспін. Берекелі ерекең бар деп берекең бар. Құрметті көрермен, осымен шығарылымымыз аяқталды. Осы шығарылым ұнаған болса, лайк басып, пікір жазып, бөлісуді ұмытпаңыздар.